Сәлем биолог, біз бүгін биология аттестация пробный тестінің сұрақтарын талдайтын боламыз. Бұл жерде бірінші сұрақ бізде бұлшықет ұлпасының қызметі деген, яғни қызметін анықтаңыз деген да. Бұл жерде дұрыс жауабы қимыл қозғалыс қамтамасыз ету. Яғни бізде бұлшықет ұлпасына тән қасиет ол қимыл қозғалыс, босаңып жиырыла алады, сол арқылы мүшелер мен мүшелер жүйесінің немесе жалпы аяқ қолдарымыз қимыл қозғалысын қамтамасыз етеді. Яғни дұрыс жауап осы болып тұр. Және бұл жерде біз басқа сұрақтарды талдап жіберсек, басқа нұсқаларда жалпы жануарларда төрт ұлпас түрін бар екенін білесіздер. Біріншісі бұлшықет, екіншісі эпителий, үшіншісі жүйке ұлпасы және төртіншісі дәнекер ұлпа. Дәнекер ұлпа. Енді мына қалғандарын сәйкестендіріп жіберейік. Мысалы үшін шаң тозаң бөліктерін ұстап қалады дейді. Бұл негізі эпителий ұлпасына тән. Эпителий ұлпасының өзі бірнеше түрлері бар. Кірпікшел эпителий, жалпақ деген сияқты, безді эпителий деген сияқты. Соның кірпікшел эпителийге тән осы шаң тозаңды ұстап қалу. Яғни ол кірпікшел эпителий бізде негізі тыныс жолдарында мұрын қуысы, жаңағы кеңірдек, мұрын қуысы, бронхиолардың іш жағында орналасады. Ол ауамен кірген шаң тозаңдар не істеп қалады, бөгде заттарды ұстап қалады. Егер де эпителий ұлпасының қызметі десе осы нұсқаны белгілейсіздер. Ал заттардың тасымалдануын реттеу деген, бұл жерде заттар тасымалы деген ағзадан бір жерден екінші жерге, мысалы оттегі немесе органикалық заттар, керек емес заттардың бір мүшеден екі мүшеге тасымалдану. Бұл негізінен қан арқылы жүзеге асады, ал қан бізден қай ұлпаға жатады? Дәнекер ұлпасына жатады. Егер дәнекер ұлпасының қызметі десе осы нұсқаны белгілейтін боласыздар. Ал енді соңғысы мүшелер жүйесін үйлестіру, басқару, реттеу, яғни ол бізде ми мен жұлынның қызметі ғой. Ал ми мен жұлынымыз бізде ол жүйке ұлпасына кіреді. Демек ол жүйке ұлпасының қызметі болып есептеледі. Так, бізде екінші сұрақ Эдвардс синдромының кариотипі дейді. Жалпы кариотип дегеніміз бұл бір жасушада болатын хромосомалардың осындай көрінісі, сызбадағы жиынтығы. Бұл жерде төрт түрлі кариотип көрсетілген. Осы қайсы Эдвардс синдромына тән кариотип деп сұрап жатыр. Так, бұл жерде дұрыс жауап қайсы болады? Дұрыс жауап екінші болады. Екінші дұрыс жауап болады. Үш деп қойыпты, үш екінші. Неге? Себебі Эдвардс синдромы пайда болу ол бізде 18-ші хромосомасы триплоидты болады. Яғни 3x болады. 3x болып қалады былай. Жалпы хромосома саны бұларда қанша болады? 46 емес 47 хромосома болады. Яғни 18-ші хромосомасы артық болады. 18-ші хромосомасы артық. Оны 10 сыныптан бізде көрсетіп берейін дәлел ретінде. 10 сыныпта тұқым қуалаушылықтың өзгеріс заңдылықтары деген бөлім бар ғой, сол жерден алынған. Міне бұл жерде Эдвардс синдромы 18 плюс деп қойған. Яғни 18-ші хромосомасы артық. Так, бұны тура осы кітаптан алынған сурет міне. Мына жерде тұр міне. Сызба тура тестке осы кариотиптер берілген. Так, басқа нұсқаларға назар аударатын болсақ, біріншісін қарайтын болсақ, барлық қалыпты, тек қана ауытқу несінде отыр, мына жыныс хромосомасында отыр. Жалпы бұндай хромосома санының ауытқуына байланысты аурулар, яғни хромосомалық аурулар деп аталады ғой. Оларды жыныс хромосомасының саны өзгеруіне және аутосомаға байланысты деп екі топқа бөлуге болады. Мынау бізде Эдвардс синдромы бұл аутосомды хромосоманың жаңа саны өзгеруіне байланысты болса, мына жерде байқап тұрсаңыздар, ең соңғы жұбы бізде жыныс хромосомасы, мына жерде X немесе Y болу керек еді. Бірақ сол бір хромосома жетіспеушілігінен пайда болады. Так, бұл ауру Шершевский-Тернер деп аталады. Так, оны мен кітаптан көрсетейін, міне Шершевский-Тернерді. Так, міне Шершевский-Тернер, бұда X0 деп қойған. Яғни бұл әйел адамдардың ауруы. XX болу керек қой, бір X болмайды да, тек қана жыныс хромосомасы жалғыз X болады. Так, бұл жерде көрсетілген, так, міне Шершевский-Тернер деп қойған. Мына жерде санайтын болсақ, так, мынау 20, так, мына жыныс хромосом не қойып қойып, неге жыныс хромосом мына жерге қою керек да. Яғни X жалғыз X болады да бұларда. Так, келесі нұсқа үшіншісін қарайтын болсақ, бұл жерде бәрі қалыпты, бұл қалыпты адамның кариотипі екен, бұл ешқандай ауру белгісі жоқ. Так, келесі төртіншісіне қараймыз. Төртінші нұсқада байқайтын болсақ, мына жерде 3 хромосома орналаспаған. Яғни бұл нешінші? 21-ші
21 хромосома трисомия, яғни 3 хромосома болып қалған. Бұл жерде де жалпы хромосома саны 47, 21 үшеуі. Так, бұл қандай ауру? Бұл ең атақты кең таралған хромосомалық ауру, бұл даун синдромы деп аталады. Так, оны да көрсетіп жіберейін. Даун синдромы дәлел ретінде даун синдром мынандай суретін былай берілген, мына былай берілген даун синдромы. Так, даун синдромы міне 21 плюс деп қойған, яғни 21 хромосомасы үшеу болады. Так, бұл жерде кариотипі отдельно көрсетпеген екен. Так, одан да басқа бізде басқа нұсқаларда келіп қалуы мүмкін. Мысалы патау синдром деген бар. Патау синдром бұл 13 хромосоманың трисомиясы, яғни үшеу болуынан пайда болады. 21 хромосома үшеу болып тұрады. Даунда 21 хромосома үшеу болып тұрады. Ал Шершевский тернеде жыныс хромосомасы 1x болып тұрады, x0 болып болуы мүмкін. Ал Эдвард синдром жаңа айтты 18 хромосомасы үшеу болады, трисомия үшеу болады. Ал Клайнфельтер синдромы деген бар тағы. Бұл ер адамдар ауырады бұлмен. Бұл Клайнфельтер синдромында жыныс хромосомасы XXY болады. Яғни бір X хромосомасы не болады? Артық болады. Міне бұл да келіп қалуы мүмкін тестте басқа нұсқада. Соған мұқият болыңыздар. Және бұл жерде мына аурулардың белгілеріне байланысты да келуі мүмкін. Сондықтан қайталап алсаңыздар артық кетпейді деп ойлаймын. Так, жалғастырамыз. Бізде келесі сұрақ: бүйрек синтездейтін гормон дейді. Так, инсулин деген бізде ұйқы безі синтездейді. Дұрыс па? Сондықтан бұл кірмейді. Так, ренин дұрыс жауап болады. Ренин бұл бүйрек синтездейтін гормон. Так, иодапсин дегеніміз бұл көздегі торыл қабықтағы колба немесе колба тәрізді, құтыша тәрізді жасушалардың жұмыс жасау үшін қажетті пигмент. Ал родопсин бұл таяқша тәрізді жасушалардың жұмыс жасау үшін қажетті молекула болып есептеледі, яғни пигмент дейміз. Яғни родопсин болмаса бізде таяқша жасушалар нашар көреді. Соның салдарынан бізде ымыртта қараңғыда көруіміз нашарлайды. Ал күндіз түрлі түсті жарық көру үшін құтыша жасушалар қатысады, оған родопсин қажет. Так, бізде келесі сұрақ: Жапонияда жергілікті халық тенгу арпа наны деп аталатын цианобактерия дейді. Цианобактерияның түрі деп атады. Так, бацилла деген ол таяқша деген мағына береді, яғни бұл мүлдем цианобактерияға қатысы жоқ, бактериялардың таяқша тәрізді пішін, яғни таяқша тәрізді деген андай пішінді бактериялар, бізде бациллалар деп атаймыз, таяқша тәрізді. Так, бұл жерде дұрыс жауап насток болады. Так, мен оны қазір дәлел ретінде көрсетіп жіберейін. Бұл 9 сыныптың биотехнология, микробиология және биотехнология деген оқулығынан алған екен. Міне мына жерде қарасаңыздар, мына Жапонияда, так, міне қазір Жапонияда жергілікті халық жанартау бетіндегі түзілетін насток, міне насток қабаттарынан тамаққа пайдаланатын, оны тенгу арпа наны деп атаған. Сонда бізде дұрыс жауап не болып тұр? Насток болады. Кластериум деген бұл да цианобактерияның түрі, спирулина дегенде бұл да ненің түрі. Олар енді басқаша болып келуі мүмкін. Қазір мына жерден көрсетіп жіберейін. Мысалы, мына жерде егер де сізге міне Африкада мына Чад көлі ауданының халқы деп осылай сұрақ келетін болса, оны бұрыннан тамаққа пайдаланады және бұл өнімді дхе деп атайды дейтін болса, ол бізде не болады? Спирулина болады. Спирулина. Көрдіңдер ма? Так, спирулина өзінің шеруен деген Африкадан бастау болады екен. Осы сияқты сұрақ келуі мүмкін. Так, ал клостерия дегеніміз оны осы жерлерде болу керек. Мына клостериум, яғни бұл еркін тіршілік ететін нелерге жатады. Еркін тіршілік ететін мынандай. Жалпы бізде цианобактериялардың көбісі дизазото факторларға болып есептеледі. Дизазото
факторлар. Яғни ол дегеніміз ол ауадағы азотты қабылдай алатын, сіңіре алатын. Солардың симбионт түріндегісі бар. Олар мына қыналарда, нелерде анабена деген түрлері кезеген, азола деген. Ал енді өзі еркін тіршілік ететін жаңағы ауадағы азотты қабылдай алатын бактериялар, мысалы азот бактерия, клостириум деген сияқты. Солай келуі мүмкін, өзі ауадағы азотты еркін қабылдай алатын, фиксациялайтын цианобактерияның түрі деп келіп қалуы мүмкін да бұл сұрақта. Так, бізде келесі сұрақ: сиырдың кітаптың беттеріне ұқсайтын көптеген қатпарлардан тұратын асқазан бөлімі дейді. Так, біз сиырды білеміз. Сиырдың қарны 4 бөліктен тұрады, иә. 4 бөліктен тұр мына жерде. Ұлтабар, қатпаршақ, жұмыршақ, мес қарын деп, иә. Бұл жерде уже табу оңай, себебі кітаптың қатпары деген кезде қатпара деген, яғни қатпаршақ деген болады да. Бұл бізде 8 сыныптан алынған, міне көрсетіп жіберейін. 8 сыныпта міне қатпаршақ қарын. Так, бұл бөлімнің осылай аталу себебі кітаптың беттеріне ұқсас көптеген қатпарлардан тұрады дейді. Ал енді бұл жерде ұлтабар деген, ұлтабар ол қарының ең соңғы 4-ші бөлімі деп келуі мүмкін. 4-ші бөлімі ол ұлтабар болып есептеледі, ең соңғы бөлімі. Ал жұмыршақ дегеніміз ол неден кейін келеді? Жұмыршақ. Жұмыршақ бұл 2-ші бөлім деп келуі мүмкін. Яғни сиырдың 2-ші бөлімі ол жұмыршақ деп келуі мүмкін. Ал ең үлкен қарын ол бізде не деп аталады? Міне ең үлкен 1-ші бөлімі ол бізде мес қарын деп аталады. Мес қарын. Яғни мес қарын ең үлкені, бұл 1-шісі, 2-ші жұмыршақ деп келеді. 3-ші қатпаршақ, 4-шісі бізде ұлтабар болып келеді. Так, бізде келесі сұрақ: суретте 2 басты бұлшықет көрсетілген сан дейді. Так, бізде адамның қолы көрсетілген, бұлшықеттер мен сүйектері. Так, бұл жерде 1-шісі бұл сүйек, иә, бұл жауырын деген сүйек. Жауырын, жалпақ сүйекке жатады. Так, 2-шісі бізде 3 басты бұлшықет болады, арт жағында, иә, қолдың арт жағында ол 3 басты. Мынау алдында 2 басты бұлшықет, бұл 3-пен белгіленген. Бұл 8 сыныпта қозғалыс және биомеханика деген бөлімнен алынған. Міне көрсетіп жіберейік, міне тура сүйек алған. Міне бұл жерде мына жазып тұр, 2 басты бұлшықет 1-мен көрсетілген. Міне көрінді, бізде 3-пен көрсетіп тұр. Ал мынау бізде 3 басты бұлшықет. Міне. Так, ал сүйектер көрсетілген мынау астыңында бізде шынтақ сүйегі деп аталады, шынтақ. Ал үстіндегі мына кәржілік деп аталады, кәржілік. Так, бізде келесі сұрақ: ұлпадағы газ алмасуда жасушалары деген. Не істелінеді деген ғой. Так, біз жалпы бұл 8 сыныптың кітабынан алынған, тыныс алу, газ алмасу деген. Жалпы бізде газ алмасуды 2 тоққа бөлеміз: өкпелік газ алмасу және ұлпалық деп. Бізде ұлпалық керек. Өкпелікте міне былай болады: өкпелік газ алмасуда альвеоладан оттегі қанға өтеді. Міне, яғни қан оттегімен қанығады. Сөйтіп артерия қанына айналады, көмірқышқыл газынан арылады. Ал енді өкпелік ұлпалық газ алмасуда керісінше қаннан оттегі неге өтеді? Мына капиллярлардың қабырғалары арқылы оттегі жасушааралық немесе ұлпа сұйықтығына өтеді. Одан ол дене жасушаларына түседі деген. Демек, осы жерден қорытынды жасаймыз, біз оттегіге қанығады. Яғни қан тамырынан неге өтеді? Жасушааралық зат қуысқа, одан кейін барып жасушаға өтеді оттегі. Сонда оттегімен қанығады. Керісінше көмірқышқыл газынан не істейді? Құтылады. Яғни көмірқышқыл газ азаяды. Көмірқышқыл газы қанығады дейді. Жоқ, керісінше бұл көмірқышқыл газына қанықпайды, керісінше көмірқышқыл газынан арылады.
оттегі қанығады. Мына нұсқа дұрыс болады. Оттегі мөлшері өзгермейді дейді. Жоқ, өзгермейді деген болмайды. Себебі оттегі қанда көп қой, а жасушада аз. Азға қарай диффузия заңы бойынша жасушаға өтеді. Оттегінен арылады. Жоқ, оттегінен арылмайды. Оттегінен арылады деген ол бізде альвеолада болады. Мына альвеола и мына капилляр қандамыр, иә. Оттегі неге қанға өтеді. Сол кезде альвеола оттегінен арылады деп айта аламыз. Керісінше көмірсіз газынан не істейді, құтылады бұл жерде. Көмірсіз газына қанығады деп айта аламыз да, альвеоланы, иә. Көмірсіз газ көбейеді ғой. Келесі сұраққа ауысамыз. Ата аналарында арғы тектерінде болған белгілердің жаңадан үйлесім тауып бірігуі дейді. Енді осы жерде мына сөзге қатты мән беріңіздер, үйлесім деген сөзге. Неге осы арқылы тауып аламыз да. Мына жерде фенотиптік өзгеріс дейді. Фенотип деген ол фенотиптен сыртқы көрінісі ғой, белгілері бойынша, көрінетін белгілері бойынша өзгеруі. Модификациялық өзгеріс, мына екеуі бір мағынаны білдіреді. Яғни екеуі тұқым қуаламайтын өзгеріс болып есептеледі. Яғни фенотип немесе модификациялық өзгеріс деп атаймыз. Бұл тұқым қуаланбайтын, тек фенотипте көрініс береді, ұрпағына берілмейді. Мутациялық өзгеріс деген бұл енді генде, ДНК-да мутация салдарынан болатын өзгерістік, бұл тұқым қуалайды, ұрпағына беріледі. Мынау дұрыс жауап болады. Комбинативті өзгеріс. Комбинация деген үйлесім деген, яғни ата аналарының арғы тектерінде белгілердің жаңадан үйлесу нәтижесінде пайда болады. Яғни ата анасының гендері бірігуінен, үйлесуінен комбинациясынан пайда болады. Дұрыс жауап осы болады. Келесі сұрақ бізде өсімдік жасушасының қабырғасына беріктік қасиет беретін көмірсу дейді. Жалпы өсімдік сыртын қабырғасы, жасуша қабырғасы қаптайды, одан кейін іш жағында не болады? Жасуша мембранасы болады. Сол жасуша қабырғасының сыртында негізінен целлюлозадан тұрады. Яғни сонда целлюлоза болып есептеледі, беріктік қасиет беретін. Крахмал деген бұл қор заты ретінде жиналады өсімдіктерде, бірақ ол жасуша қабырғасында емес, ол жасушаның өзінде жиналады, қор жинайтын ұлпаларда. Гликоген деген бұл жануарларда, адамда жиналады, және ол бауыр және бұлшықет жасушасында жиналады, жануарларда, өсімдіктерде кездеспейді. Хитин бұл жануарларда кездеседі, және саналықтарда кездеседі. Саналықтарда ол былай келуі мүмкін сұрақ. Өсімдік жасушасының қабырғасын беріктік қасиет береді десе, ол хитин болады. Ал мына екеуі, мысалы үшін жануарлар мен адамда бауыр мен бұлшықет жасушасына қор жиналады десе, онда гликоген болады. Ал өсімдіктерде қор ретінде жиналады дейтін болса, ол крахмал болады. Келесі сұрақ бізде регенерацияға қабілетті ұлпа деген, бұл дұрыс жауабы эпителий ұлпасы болады. Неге? Себебі бұлшықет ұлпасы регенерацияға тән емес, жүйке ұлпасы мүлдем көбеймейді, тек ұзарып өсуі мүмкін. Дәнек ұлпасында. Бұл негізі 8 сыныптан алынған мына ұлпалар бойынша. Мына жерде қарайтын болсақ, мына регенерация қабілеті жақсы жетілген деп қоямын, эпителий ұлпасына тән болады.